Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев тағы басқа саңлақтардың қосқан еңбегі зор. Соның ішінде қазақтың әнін бұрын болмаған биік өреге көтеріп, әлемге тұңғыш рет танытқан Әміре Қашаубаевтың орны бөлек. Қайырлы күн, қадірменді ауыл тұрғындары және инста көрермендер. Атақты әнші, актер әрі музыкант Әміре Қашаубаевтың туғанына 135 жыл толуына орай Әміре ән көгінің айнасы атты онлайн сазды кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Қарқаралы басында жалғыз арша хатқа жиірек салған қабыл мұсылманша кішкенеден бір көскен сәулем едің ау. 12 жасқа толғанда Исабек деген байдың ат айдаушысы болып, ол жас әншіні той жиындарда ән салғызады. 21-24 жылдары Семейде құрылған қазақ жастарының ағарту ұйымы аймаққа мүше болып, әншілік өнерін шыңдай түсті. 24 жылы осы қалада ұйымдастырылған халық өнерпаздардың байқауына қатысып, бас бәйгеге ие болды. 25 жылы Парижде өткен бүкіл дүниежүзі сән өнері басын кіркіп, Семей мен Семейтаудың екі арасы сағымнан сарымайдай жатыр кіркіп. Әміре торы ат мінген ортадағы, әнменен қысқаруда жол танабы, Мұқатай Қажы-қожа жас әншілер ағаның қасына ерген зор талабы. Аңсайды туған жері жаны қатты, көңілде көп күндерді табы қапты. Әміре айналаны көзбен шолып, Тәукенің ел қайдасын аңыра. Кететіндей бір-екі айқай дыбыстар алды, бірақ деп бастау екен. Онысы залдың дыбыс ерекшелігін байқауы дегені болу керек. Енді аз ғана уақыт өткенде әнші залда да, онда құлаққа ұрған танадай болып тыңдап отырған көрерменді де ұмытып кеткендей болды. Әміренің дауысы күннің күркірегеніндей, кейде аспанды жерге түсіріп дүрілдеп, кейде баяу соққан желмен Жастықтың әсерімен ақақауы салды Гаухар қызын хаулауын айтып, жаяу Мұсаның өзін көрмесе де шығармашылық жүзіне қанық болатын. Енді міне құлақ естігенді көз көреді болып, қарт әншінің өзінде көрді. Жас талапкер үшін бұл үлкен рухани олжа болды. Ал тап осы кезде нағыз бабында тұрған Бәпейдің Мәдиі, Ғаппастың айтбайы, Байжанның қалейін естігенде Әміренің табанымен мұнда да оң жағалау, сол жағалау, ортада өзені бар, аралымен адамзат қайталанбас туындеткен, әлемге дақырыптың мен шуыл кеткен. Армысың Париж және париждіктер сенаның 2000 жыл суын кешкен. Әншіні қала көрді. Арада болған ойын сауық әміресіз өтпейтін еді. Әншілігін үстіне әсем мінезді ақкөңіл жігіт халықтың назарын үнемі өзіне тез аударып алатын. Осындай екі бірдей қасиетінің арқасында Әміренің атағы көп ұзамай ертісті кесіп өтіп Семейдің қаласына жетуге айналды. Бұрынғы ма, енді Қашаубайдың баласы бүкіл қаланы аузына қаратуға айналды. Оның бәрі де Исабек Рухы биік, әр қазақ бір өлкенің мәрті диек, түркіге Әмірені сыйлағадай, өтті ғой Алашының антын сүйіп. Парижде үн естілсе күн біреумен, қалды де үні шіркін Әміренің, қалмасын қазағын де күңіремен. Жұртымызға оралған соң түрлі қызмет атқарып, қазақ өнерінің ілгерілеуіне атсалысады. Жеке болмысы, әдептілік, ақжүректілік сынды биік қасиеттерге суарылған Әміре жырға арқау, шығармаға тақырыпқа айналды. Әміре ұлы әнші азамат, оның өмірі мен қимылы әлі де зерттеле түседі. Ол жөнінде талай кітаптар